Құрметті президентіміздің осы жылдың 5 март сәнесінде өткерілген үлкен кеңейтілген мәжілісінде коррупцияға қарсы күресу мақсатында алып барған бұл мәжілісте тарау уәкілдеріне бір қатар тапсырмалар белгілеп берген еді. Осы тараулар қатарында мектепке шекем һәм мектеп білімдендіру тарауына да үлкен тапсырмалар қойылған еді. Міне осы тапсырмалардан келіп шығып, Қарақастан Республикасы жоғары кеңес тарапынан жол карта ислеп шығылған еді. Осы жол картада Қарақастан Республикасы мектепке шекем һәм мектеп білімдендіру министрлігінің коррупцияға қарсы күресу мақсатында бір қатар тапсырмалар белгілеп берілген еді. Осы тапсырмалардан келіп шығып, осы жол картаның орындау мақсатында біз бір қатар жұмыстарды әмелге асырмақтамыз. Атап айтатын болсақ, мінекей біздің тарауымызда, яғни білімдендіру тарауында 5 жылдан артық істеп отырған басшыларды ротация қылу мәселесі. Бұл барысында біз Төрткүл районында 100%, һәм октябрь, ноябрь айларында Нөкіс қаласында, Беруни районында, Қоңырат районында, Шымбай районларында осы 5 жылдан зият істеп отырған басшыларымызды ротация қылу жұмыстарын әмелге асырмақтамыз. Бұнан тысқары, мінекей осы жол картадан келіп шығып, коррупцияға қарсы күресу айлықларын өткеру тапсырмаларда белгілеп берілген еді. Міне сондай тапсырмаларды орындау мақсатында бүгінгі күнде қазір республикамыз бойлап коррупцияға қарсы күресу айлығы шөлкеместірілген. Міне айлық шеңберінде мектепке шекемгі жастағы балалардан баслап мектеп оқушылары һәмде тарау қызметкерлері арасында үгіт-насихат жұмыстары әмелге асырылмақта. Атап айтатын болсақ, мектепке шекемгі шөлкемлерімізде мектепке шекемгі жастағы балалардың түсінетұғын тілде олар осы іллеттің зиянлы екенлігін бұлардың тілінде суретлеу таңлауларын өткеріп жатырмыз. Бұдан тысқары мектеп оқушылар арасында да осы іллетке қарсы екенлігін білдіретін шығарма таңлауларын һәм сурет салу таңлауларын өткермектеміз. Һәмде тарау қызметкерлері арасында осы коррупцияның алдын алу мақсатында бір қатар сәубетлесулер, үгіт-насихат жұмыстары әмелге асырылмақта. Дегенменен сыр емес, бүгінгі күнде тарауымызда коррупциялық жағдайлардың ұшырасуы да болмақта. Мінекей атап айтатын болсақ, жұмысқа қабыл ету, мектеп оқытушыларына хаптелік жүктемесін белгілеп беруде дәмегөйлік, жұмысқа қабыл етуде дәмегөйлік, һәмде оқытушыларымызға үстеме хақы белгілеуде де дәмегөйлік жағдайларын ұшыраспақта. Бұл ешкімге сыр емес. Міне осы іллетлердің алдын алу мақсатында бүгінгі күнде Қарақастан Республикасы мектепке шекем һәм мектеп білімдендіру министрлігі тарапынан арнаулы платформа ислеп шыққанбыз. Бұл платформада инсан амылы араласпастан осы оқытушыларымыздың хаптелік жүктеме сағатларын бөліп беруде платформаны іске қосқанбыз. Бұнда 32-71 саны низам тикарында қойылған критериялар тикар оқытушыларымызға сабақтарын бөлістіру жағдайы бойынша платформада анық көрсетілген. Міне бұл платформаны біз тәжірибе сыпатында бүгінгі күнде Қарақастан Республикасы бойлап 20 мектепте тәжірибе өткермектеміз. Мінекей келесі оқушыларында бұлардың алдын алу мақсатында осы жұмыстарды әмелге асырамыз. Бұндан тысқары үстемелерді белгілеу мақсатында де сондай платформа істеуді режелестірмектеміз. Мінекей осы шығып сөйлемінен пайдаланып, барша тарау қызметкерлерін коррупциялық жағдайлардың алдын алуға шақырып қаламын. Соның менен біргелікте Қарақастан Республикасы мектепке шекем һәм мектеп білімдендіру министрлігінде арнаулы боттың істеп тұрғанлығын және бір мәрте ескертіп өтемен. Һәмде осы ботқа әрбір сіздер осындай жағдайлардың анық ескен болсаңыз һәм білсеңіз, осы арнаулы ботымыз арқылы телефонларымызға звонок етіп, осы мұражатларыңызды қалдырсаңыз, мұражат иесінің сыр сақланатұғылығына ескертіп өтемен.